Сәлем достар, бүгін сіздердің назарларыңызға ұлттық арнада көрсетіліп жатқан рейтингісі жоғары Түркияның Ләйла телехикаясында басты рөлді сомдаған актриса Cemre Baysel туралы видео дайындадым. Алдымен еңбегіне лайк басып, қоңырауды түртіп қоя салыңыздар. Ал кеттік ендеше. Cemre Baysel жас, жарқын және болашағы зор түрік актрисасы әрі моделі. Ол 1999 жылы 5 ақпанда Түркияның батысында орналасқан портты қаласы Измирде дүниеге келген. Cemre бала кезінен сурет салуға әуес болды. Қыздарының осындай қабілетін байқаған ата-анасы оны өнер мектебіне түсіреді. Кейінірек актриса Эгей университетінің бейнелеу өнері факультетіне оқуға түсіп, оны сәтті аяқтайды. Рас, актрисаға сурет салу және кескіндеме өнері қатты ұнайтын. Ол сонымен бірге актерлік өнерге де қызыға бастайды. Алайда бұл ойы ата-анасына ұнамайды. Бірақ актриса өзінің қалауынан бас тартпайды. Алайда арманына бірден жете қойған жоқ. Алдымен өзін модельдік бизнесте сынап көрді. Оның үстіне бойының ұзындығы мен сымбатты келбеті, әсіресе жасыл көзі бұған мүмкіндік берді. Модельдік өнерде асығы алшысынан түсті, дегенмен де киноға түсу арманы ақыры оны киноиндустриясына алып келді. 2014 жылы ол Жасыл теңіз, яғни Зеленое море телехикаясына кастингтен өтті. Бап шабама демекші, актрисаның бұл жолы бабынан гөрі бағы шапты деуге болады. Өйткені кастинг директоры бастапқыда қыздың шамадан тыс ұялшақтығын ұнатпады. Бірақ біріншіден жасандылықтан ада ол өзіне берілген мәтінін мүмкіндігінше жақсы оқып шықты. Екіншіден, бұл рөлге лайықты актриса табыла қоймады. Осылайша Байселді сынап көру туралы шешім қабылданды және дебют сәтті болды. 2017 жылы актриса Эмре Конук пен Сердар Акар түсірген «Право на престол Абдулхамид» тарихи сериалына қатысты. Сол жылы Cemre Волкан Кочатурк пен Левент Турканның аты жоқ «Исемсізлер соғыс» драмасында басты рөлді сомдады. Ал 2018 жылы «Не отпускай мою руку» немесе «Қол созған үміт» драмалық сериалында Мелистің рөлін сомдады. Бұл сериал өте жақсы рейтингке ие болды. Актриса 2020 жылы «Рамо», «Красивее, чем ты» соңғы жас сериалдарындағы рөлдерінен соң ерекше атаққа ие болды. 2022 жылы «Сәттілік ойыны» немесе «Тағдыр ойыны» сериалына түсті. Қазіргі таңда Ләйла телехикаясына түсіп жатыр. Актриса жеке өмірін өте құпия ұстайды. Тек қыздың туыстарымен жақсы қарым-қатынаста екені және олармен мүмкіндігінше көп уақыт өткізуге тырысатыны ғана белгілі. Жігіті туралы нақты мәлімет жоқ. Алайда Cemre Baysel Босниялық атақты түрік әншісі әрі музыкант Cem Adrianға жасөспірім кезінде өлердей ғашық болған. Ол оның суреттерін жинап, онымен жеке кездесуді армандайтын ессіз жанкүйер болды. Ең қызығы, арманы орындалды да, бірақ шығармашылығындағы берік достыққа ұласты. Актриса жануарларды өте жақсы көреді. Оның бойы 175 см, салмағы 53 кг. Және көзінің түсі ерекше, ол сонысымен де өте сүйкімді. Достар, Ләйла телехикаясында басты рөлді сомдап жатқан Cemre Baysel туралы бар ақпарат осындай. Сіздерге актрисаның қай рөлі көбірек ұнады? Комментке өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болайық.